Су электр станцияларын салу үшін Қазақстанның үш өңірінің су энергетикалық әлеуеті зерттелмек. Консультациялық қызметтерді Азия даму банкі қаржыландырады. Қазақстанның энергетика министрі Лондонда қаржы институтының өкілдерімен кездесіп, осы туралы келісімге қол қойды. Ертіс, Зайсан, Алакөл және Балқаш бассейндерінің су энергетикалық әлеуеті зор. Бұл өңірлерде шағын және орта су электростанцияларын салу жоспарланып отыр. Құрылыстың сапалы жүргізілуі үшін алдымен сараптамалық талдау қажет. Өйткені қолда бар деректер өткен ғасырда жинақталғандықтан жаңартуды керек етеді. Әлеуетті учаскелерде егжей-тегжейлі зерттеуге Азия даму банкі арнайы грант бөлгелі отыр. Атап айтқанда электроэнергиясын сатып алу туралы келісімшарттың жобасын жасауға қаржы экономикалық моделін тарифтер бойынша есептеулерді және жобалардың құрылымына қатысты ұсынымдарды әзірлеуге қаражат бөледі. Қуаты 600 мегаваттық су электростанциясын салу бойынша алғашқы аукционға қазақстандық және халықаралық инвесторлар қатыстырылмақ. Жобаға зерттеу жұмыстарын кәсіби жүзеге асырып, инновациялық және технологиялық тұрғыда дамыған компанияларды тарту жоспарланып отыр.